Тіркелу немесе тіркеу. Тіркелу бұл санитарлық нормаларға сәйкес жүргізілетін тіркеу. Мысалы, бір адамға кемінде 6 шаршы метр нормасы белгіленген. Тіркелу үшін жергілікті атқарушы органдарды рұқсаты қажет болатын. Тіркелу емес. Тіркеу бойынша ешқандай шектеулер жоқ. Әрбір азамат тіркеуде болуға тиіс. Тіркеуде болу мүлікке меншік құқығын бермейді. Азаматтың тіркелген жері пәтер, саяжай, кеңсе, іскерлік үй-жайлар болуы мүмкін, және ол оның заңды мекенжайы болып танылады. Тіркеуді қалай алу керек? Тіркеуді көші-қон полициясы бөлімшелерде жүргізеді, ал құжаттарды сон орталықтары немесе егов.kz сайтында онлайн режимде қабылдайды. Тіркеу бұрынғы тіркеуде тұрған жері бойынша есептен шығарылған күннен бастап 10 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. 10 күннен 1 айға дейін мерзімде тіркеу жасалмаған жағдайда жаза ретінде ескерту беріледі. Тіркеу мерзімі 1 айдан асып кетсе, 7 МРП айыппұл салынады.